Достым, сен де дәл осындай мынандай шапка болған қалайсың ба? Міне, осындай саған шапка керек болса, онда осы видеоны көріп, видеоға лайк басып арнаға тіркеліп кет. Онда біз кеттік. Міне достым, сен ең бірінші әрине өзің шапка қойған келсе арнаңа, сен бүйтесің. Сен ең бірінші Google-ға кіресің. Ол қалай дейсіңдер ме? Google-дан қалай істейміз дейсіңдер ме? Оны қазір көрсететін боламын. Біз оны YouTube-дан емес, Google-дан істейміз. Енді біз Google-ға поискаға кіреміз де, мына жерден YouTube Computer Version деп тұрған, бірінші тұрғанды көргендеріңізде осыны іздейміз. YouTube, ағылшынша YouTube Computer Version деп жазамыз. Үстіп жазамыз, достар. Міне сол кезде интернетіміз айналып шығады. Міне сол кезде ең бірінші тұрған Google-дың суреті тұрады, және studio.youtube.com деп тұрады. Достар, мынаң астындағыларға ешқайсыны баспайсыздар, өйткені олардың барлығы кәдімгі YouTube-қа лақтырып жібереді. Сондықтан сіз тек қана осы YouTube деп тұрады, сосын үстінде сайттың аты тұрады, studio.youtube.com деп тұрады. Соны ғана басасыздар. Ал енді біз соған басайық. Міне достар, ақырында өстіп сайт ашылады, қазір кіреді. Өстіп тұрса кіреді. Сіздерге бұлай шығуы мүмкін, достар. Бір кездер бұлай шығады. Сіздерге творческий студиямен кіріп жазайық па, оны установить етейік па дейді, әлде сайтпен жалғастыра берейік па дейді. Сіздер астындағы продолжить на сайте дегенді басасыздар. Сол кезде сізді осы сайтқа лақтырады. Творческий студияны жазғаныңызбен оның ешқандай пайдасы жоқ, достар. Мен өзім көрдім. Ал енді достар, мінекей, біз енді осындай өзіміздің тура каналымызға кіреміз. Міне мен ең соңғы видеом шығып тұр, көріп кетіңіздер, достар. Және де мінекей, біз қазір не істейміз? Ал енді ары қарай не істейміз? Біз осы каналда кіргеннен кейін, мына жерде тұрған таяқшаны көріп тұрсыздар ма? Соған басамыз. Настройка канала. Ол настройка канала, достар. Енді міне бізді қазір осындай жерге лақтырады. Біз енді не істейміз? Біз мына жерде тұрған настройка страницы канала дегеннен брендинг дегенге ауыстырамыз. Сол кезде, достар, міне бізде фото профиля, изображение баннера, логотип канала деп тұрады. Міне, енді біз өзімізге қараңыздар, изображение баннера деген, ол бізде шапка қоямыз. Ол үшін бүйтеміз. Қазір мына жерде тұрған нәрсені, осы жерде тұрған екі удалить және изменить деп тұрады. Біз жаңадан қоятын болсақ, изменить дегенді басамыз, или добавить деп тұрады, сөйтіп тұрады, достар. Одан кейін изменить дегенді басқаннан кейін, біз, достар, осылай выберите фото дегенге лақтырып жібереді. Достар, сіздер де егер де мына жерде өздеріңіздің дайындаған фотоларыңыз тұрмай тұрса, сіздер выбрать дегенді басасыздар осы жерден. Және де сол жерде сізде өзіңіздің галереяңыздағы бүкіл фото шығады. Бірақ та мен, достар, қазір қоймаймын, өйткені менде өзімдікі тұр. Және достар, өздеріңізге сіздер PixArt-тан немесе Pixel Lab-тан өздеріңізге керемет шапкалар жасап аласыздар. Және одан кейін сол фотоны осы жерге таңдап қоясыздар, және де сіздерде өздеріңізге шапкаларыңыз дайын болады. Бірақ та, достар, шапканы дұрыс размерлі жасау керек. Себебі ол дұрыс болмаса, сіздердің шапкаларыңыз қойылмайды. Сондықтан, достар, сау болыңыздар. Және, достар, мен келесі жолы шапканы қалай жасау керекке үйрететін боламын. Соны түсіргенімді қаласаңыздар, достар, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Жақсы, достар, сіздермен бірге болған мен Нұрдик KZ. Сау болыңыздар.